Мұнда тұпланған картиналар біздің ауыл һәм біздің районның қайбір көрініштері. Көресіз бе? Мұнда әлігін әйтілген миллетлер, қатын қыздар әйттік, марилар, мұрттар, татарлар һәм ұрыслар, ұрыс миллеті болған кішілер. Картиналарында бар. Міне бұлар Ишбуги ауылының инде тарихи биналары. Көресіз бе міне мұсы? Бальдыртта. Бұл кибет боларақ пайдалана. Бұл пайдаланылайды мәшет боларақ. Бұлар барысы да бізде барлар, сақланғандар. Ондан артық бина бар Ишбуги ауылында. Мұнда кіратыры өсу үшін. Бұдан айырым рәссамларының ішлері екен. Бұл мәдресе бинасы, мәдресе бөлмесі, һәм мәдресе шәкірттері мінесіз фотоға түсіресіз. Бұл мәдресе шәкірттерінен келгенше мұнда мен қайбір нәрселер. Мұнда уникальный бірлер бар. Мәселен, міне бұл трибуна. Татарша боланшық. Татарша. Қазір жүрге уақытым жоқ. Ярар. Демек, бұл мінбер мәдресе заманынан қалған мінбер. Бүк яқшы етіп қырған еді ол. Қырған үкі ағашынан түшенген. Ол ашылар, бүк оңайлы һәм мәдресенің істелігі болып қызмет етеді. Бұл кіші өзінің ауылында тізірге өділбәті мәдресе һәм оқытудың сипаты бойынша ол бұрға тиіс болайды ең жоғары империядағы оқиғалары бәрі тегіз. Шоға көре мына бұл схемадан қарасақ көруге мүмкін түрлі шаһарлардан Ишбугиға, Мәскеуден, Петербургтан, Бакудан, Ташкенттан, Самарқандтан, Самара, Сімбір, Оренбург, Пенза, Саратов кебек жерлерден келгендер Қорға ауыл мәдресесіне. Қорға ауыл мәдресесінің оқыту сипаты бүк жоғары болғанға көре Россияның түрлі пішмақтарынан мұнда шәкіртлер, яғни студентлар Қорға келгендер. Оқыту болған айырым. Міне көресіз қызлар, міне болған жігіттер. Жігіттер оқи тұрған болған мәдресе, қызлар оқи тұрған мәдресе, бар қосылып оқи тұрғандары айырым 5 типтағы оқу йорты болған Ишбугида. Оқытудың сроғы болған 5 жыл, 8 жыл, 10 жыл һәм 12 жыл. 12 жыл ең зор сроклы һәм 12 жыл оқығаннан соң шәкіртлер мектепте оқыту құқығы алған оқытушы боларақ документ білен шыққандар. Яғни ауыл мәдресесі патша заманында еді, ауыл оқытушы әзірлеген. Техникум болған, педагогический техникум. Мына оқыту расписаниесі қайбір бізге көрікпеген ебірлеріне қараған екен. Міне атына баштана қойдан? Шимбәден бәлки башланды. Шимбәден. Не үшін екені аңашылақыла бет? Емға ял күні. Емға жал күні һәм міне расписание. Дүшәмбе. Біздің дәрежік тағы понедельниктен түгел. Оқыту расписаниесіне иқтибар етсеңіз, мүмкінінде тілдер, языки болған 6 түрлі тіл. Орыс тілі, мына мен бармаққа қарап тұрсақ, орыс тілі, татар тілі. Фарси, ғарап, түрік тілі. Ғарап, түрік, фарсы. 5-6-сы болған Европа тілі, бұл инглиз тілі. Қазір ол вақытта болған француз тілі. 6 тілін үйреткенлер. Міне, француз тілі, французский язык. Қоянды француз келген. Көпес Франциядан выписывать еткен оқытушы, аңа берген квартира, аңа берген қызмет хақы, ас қызмет хақы болса олында келмес, Париждан дең. Әйбәт берген енді оңа. Һәм ауылда енді езілік, ұстауын айтабыз, француз тілі оқытырып, аттестатларында олардың француз тілі тұрған. 6 тіл. Қазіргі уақытта біз
қазіргі орта мектепте оқытсақ үш тіл, төртіншісі болса енді ого демес. Мұнда болған 6 тіл. Һәм енді дүнияви болған тілдер, һәм болған динилерді аңлайсыз енді. Құран хәмаға байланышты. Дүнияви тілдер, бұл сіздің біле мектепте оқыған кебек география, тарих, математика, биология, химия һәм башқалар. Һәм әйтергә кирәк болған, тормышта кирәк болған әйберләр. Бұл тегү, шигү, жырлау, каллиграфик язу, гигиена һәм башқалар. Қай вақытта көрген мөмкин әлміне біздің шырда Совет мектебінде бірде керек болған фәндерді оқыту кебек тыйыла. Мұнда болған керек фәндерді оқыту, яғни енді алар тіге де білген, шиге де білген, жырлай да білген, хореографияны да білген. Смольный институт благородных девиз кебек. Ғафу етіңіз, мына бұл Илецк бізде, я Илецкий защита деп ілік аталған, менің туған яқ бұл, біздің райцентр бұл, менің үлкі өзәгі бұл, Оренбург, Илецк, я Илецкий защита революция қадар, я не қазір сол Илецк деп атала. Илецк деген жоқ, анда Илек бар, бәлкі Илек тұранда Илек бар, а бұл Илецк, сол Илецк деп атала. Бүтін Россия юғына тұрған жер. Тұзға кіріп, тұзланып шығалар шында. Алға таба сасымасын үшін. Вот біздің бүттін туғанларын әне яқтан уақытында шында көшірген Татарстаннан уақытында Елизавета көшірген шында таралған біздің атабалар. Хотя ол түзет ол қазір, ол көшіп кері, Троицк бар. Білем, Троицк. Оға Шиләбіге кірі. Білем. Ғафу етіңіз, сіз бізді таныштырғанда айтып кетсәңіз, міне бұл мәселен бұрын заманнан келген тақта деп, бұл ясалма деп шып білерге. То мен ана қайсы уақытта түгі айталар бет, не орысша трепет испытываешь, міне бұрынғы әйбірлер болса, нешіктір көңіл ойны башлайын, долқылана башлайсын. Мен бұсы тұрында айтын, мен дәрсілайым. Наоборот, ол вақыттан қалған, мәдреседен қалған бұл мінбәр. Парталар, шушындай парталар болған. Чөнки бұл парталардың ойлап табышты бұла Эрисман деген. Эрисман білем, мен китапта да яздым. Эрисман 19-шы ғасырдың немес. Ол ижад еткен, ойлап шығарған 150 ел. Қазіргі вақытта да дүнияда ең оңайлы парта деп шулар есепленілі. Совет мектебінде де алар қолданылды енді. Дәрістен де оңайлы, басырға, ашырға, санитария талаптарына туры келе, бөгілмеске, сағылмасқа шулай бит. Өлгәрірек вақытта мәдреселерде болған иденде оқу, зор болмаған стеллерде оқу. Бұлар енді бұл шыр парталары, қора тақта. Әлікі вақытта тақта қолданылмаған. Әміне әйтік Боби мәдресесінде енді болған тақтада, ақборда, шөтта, мінберде, партада болған. Оқытушы да болған, занық беруші да болған, һәм Абдулла Тоқай язғышлы, пішмақта шыбық тұтып отырған, болған енді қазы да. Ол әдігірек шоқ малайларды өзінің имішті шыбығы білән соқтырып қалған. Ғафу етіңіз, ол уақытта баласын мәктепке тапшырғанда әйткәннәр шул неге фәлсәфи, білнәрсәме оқытушыға итің сенікі, сүйегі менікі деп баласын тапшырғаннар оқытырға шылай. Яғни шыбырқы білән, таяқ білән соғырға бола, тек сүйегіне сақлансын дейі шул. Міне оқытының сифаты бойынша мен шушу әфәндіні айтыр едім. Бұл сіздің яқшысы Оренбургның Змееголовка ауылының молласының малайы, аның исімі болған Шакир, фамилиясы Хилалиддинов, ол Ижбубиға келіп оқый. Өзінің Оренбургында түгел, яки Уфада түгел, Ижбубиға не үшін, әпеттікі сифатты болған үшін. Шакир Хилалиддинов бар Википедияда да. Ол болған мүфти Россияның. Бұл ең зор мұсылман деген сөз. Ең зор мұсылман, кого подготовила его Ижбубинский медресе. Һәм ул инде эшли 20 елдан артык мөфти булып. Иң авыр чорларда Сталин белән, Хрущев белән, Брежнев белән эшләгән. Һәм лауреат премии мира между народами исеме Хельсинкида бирәләр аңа. Вот такого человека выпустила Ижбубинский медресе Шакир Хилалиддинов. Мин бер генә әйтәм, алар күпләр. Һәм икенчесен әйтәм инде, хатын-кыз кем булачак ул?
Мөхлисә ханым Буби. Так, кеттік, бұларны әзірек пропускаем. Мен документтардың копиялары бар. Араб тілінде жазылған, бар кириллица біле жазылғандар шылай бет. Әм ихтибарцыға бек қызылқы міне бұл ортадағысы. Бұл документ біздің документлерден айырмалы боларақ сол жақта істе фотография қойылған шылай бет. Қазіргі оқу турында документларда, дипломларда, аттестаттарда мұндай бір жоқ. Әлек болған. Әлек болған, аны мүмкін болған паспорт етіп қолданырға. Бұл ханым Абдулла Тоқайның сүйген қызы. Мен аны китабында шул мен айтам тоныш yüzі деп қарап тұрам. Зәйтүнә Мәулүдова. Тоже молла қызы, Чистойдан келіп Ижбубида оқи. Һәм аттестат менә күрәсезме, ул алып чыга. Зәйтүнә Мәулүдова Абдулла Тоқайның сүйген қызы ханымы буларак Ижбубида оқығандығы мәғлүм. Қайбір фикірлер бойынша Абдулла әфәнді Ижбубиға оның янына келіп берген деген сөздер де бар. Ол неше байланышы бар ма Ижбубиға? Ол мұнда кімнің? Мына анын нәрсе деп айталар. Сүйген тұташы. Тұташы. Сүйген тұташы ол қызы деймісің де? Қызы. Абдулланың сүйген қызы бірден. Жоқ, ол мұна ғафу етіңіз, мен түсірген шақта екі ішіне ішлей алмайм. Ол байланышы болды ма? Мен тыңламай қалдым. Зәйтүнәнің ма? Сіздің неге Ижбубиға байланышы? Зәйтүнәнің ма, Абдулланың ма? Зәйтүнәні, Яғадан айтамын. Зәйтүнә Ижбуби мәдрәсәсін тәмамлай. Тамамлай. Қарағыз бұнда. Документі Ижбуби окончил деген. Сіз мені айтырған можете любой жерде Зәйтүнә Мәулүдова окончила Ижбубинский мәдрәсә деп. Мына мұнда шалы білен бейлі Сәлим Аминов деген кіші бар. Ол солай. Ғафу етіңіз, сізде мағлұмат жоқ ба? Ник үйленмегенлер? Ол енді 27 яшқа келгенде енді вафат болған қызғанышқа қаршы Абдулла Тоқай. Әмма шул яшқа қатылы ник шулдай фикірлер тумаған мекен үйленішерге? Менің өзімнің башта туған фикірлер бар. Ол башта туған фикірлер біләме ортақлашырға. Менің өзімнің фикірлер Бақаға тігі дауышты, доказаны бір кішінің бірінде язмасы жоқ. Зәйтүнә білән алар дос болғандар, ол аңа шығырлар бағышланған. Зәйтүнә сонан енді ол кеуге шыға Зайнулла Ишанның малайына, аларның общий бағалары туа, аның исімі бұла Аттилла, фамилиясы бұла Расих, һәм ол бұла Аттилла Расих деген жазушы. Бұлаңның Урлахитов исеміндегі директор, шылайған директор болып шалыда. Сәлим Аминов мына шылай Ижбуби мәдрәсәсендә білім алған. Алар братья были. Кеттік ме? Кеттік, так.